Саламатсыздар балалар. Саламатсыздар. Саламатсыздар, отырыңдар. Бүгін қазақ қаңғылығы үйге берілген тапсырма бойынша мен сіздерге кішкене видеоролик жасап бердім. Осы мен сіздер үй тапсырмасын кішкене қосымша мәлімет ала отырыңдар. Видеороликті қосты. Барлығының назарын интерактивті тақтада болсын. Керей мен Жәнібек 15-ші ғасырдың соңғы шегі 16-ші ғасырдың басындағы қазақ хандығы шайбаниттермен күрес оқиғаларына тоқталамыз. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы ғасырларға созылған әлеуметтік-экономикалық және этникалық саяси процестерден туындаған заңды құбылыс. Ол үйсін қаңлы мемлекеттік құрылымдарынан бастап алып, сонымен қатар қазақ хандығы 300-дің қалыптасуы, өндіргіш күштердің дамуы, көшпелі аудан мен отырықшы егінші аудандар арасындағы интеграция нәтижесінде өмірге келді. Бізде қазақ хандығы жалпы қай жерде құрылған деп естеріңізге ме? Өткен сабақта қай жерде құрылды Қазақстан? Қозыбасы деген жерде құрылды. Яғни Қозыбасы деген жер Қазақстанның жалпы қазақ хандығының ең алғашқы былайша айтқанда несі болды? Ең алғашқы астанасы болды. Яғни Қозыбасы жері. Осы қазақ хандығына жаңа жер берген кім еді бізде? Қазақтар көмек сұрап барған кезде кім еді қазақтарға жер берді? Ана айтып алып. Яғни Моғолстан ханы кім еді? Есенбұға қазақтарға құшағына қарсы алып, оларға жер береді. Сөйтіп қазақ хандығы ең алғашқы сол шу мен талас өзенінің бойында құрылады. Жақсы отыра ғой. Енді қазақ хандығына қатысты қандай мәлімет айтасыңдар? Тағы алып қосарларың бар ма? Қазақ хандығының құрылуына байланысты Кәусар, Самалға байланысты, Нұрислам, сендер не айтасыңдар? Халқы қандай болды? Меруерт айтшы сен. Қазақ ханның алғашқы ханы Керей хан болды. Керей хан болды. Керей хан 461 жылы таққа отырып, 1874 жылы таққа шықпады. Ал соңғы ханы Кенесары хан болды. Кенесары хан 1841 жылы таққа отырып, 1847 жылы тақтан құлады. Яғни алғашқы ханы Керей, ең соңғы ханы Кенесары хан еді. Жақсы отыра ғой. Самал, сен не дейсің үй тапсырмасына байланысты? Нұрислам, сен не айтасың? Үй тапсырмасына байланысты, қазақ хандығына байланысты қандай сұрақ айтып жауаптарың бар? Қазақ хандығы қызыл. Қазақ хандығы Қозыбасы деген жерде құрылды ең алғашқы. Дұрыс па? Астанасы Қозыбасы деген жер болды. Жақсы отыра ғой. Кәусар, сен не айтасың қазақ хандығына байланысты? Онда балалар үй тапсырмасын осымен тәмамдайық. Енді бүгінгі сабақ сендерге өтетін тақырып болып, жаңа сабақ Қасым хан. Көріп отырсың Қасым хан Жәнібек ханның ұрпағы. Бізде ең алғашқы Керей мен Жәнібек отырады. Және Қасым одан кейін бұрындық, бұрындықтан кейін Қасым хан отырады. Қасым хан билікке келген кезде қазақ хандығында ең алғашқы Керейдің баласы бұрындық отырады. Бұрындықтан кейін осы Қасым хан таққа отыра бастайды. Бұл отырған кезде қазақ халқының саны 1 миллионға жетеді. Назарларыңды интерактивті тақтаға салып, сіздерге бір ауыз жол өтейін. Қасым хан саясатының негізгі бағыттары дейді, мемлекетті нығайтудың рөлін анықтау дейді. Яғни Қасым хан билік еткен тұста қазақ хандығының жаңағы экономикалық жағдайы қандай болғандығы, қандай ру тайпалардан құралғандығы туралы сабақ өтеміз. Қасым хан дейді, Жәнібек хандығы сіздерге жаңа айтып өттім, бұл 15-ші ғасырдың соңы мен 16-ші ғасырдың басында қазақ хандығының ханы болып жарияланған. Қасымның орны ерекше болды қазақ хандығында. Енді бұл Қасым хан қазақ хандығын нығайту мақсатында Қазақстанның, яғни қазақ хандығының шекарасын одан әрі үлкейткен ерекше хан. Түсінді ме? Енді келесі сабақ Мұхаммед. Жалпы балалар, сыртқы саясат дегеніміз бір мемлекеттің басқа шет мемлекеттермен байланыс орнату бізде не деп аталады? Сыртқы саясат деп аталады. Оны білесіздер. Енді Қасым хан сыртқы жағдайында қандай жағдайларда жаңағы атап өтейік. Бірінші жағдай, Қасым хан Сырдария бойындағы жерлерге жорық жасады дейді. 1513 жылы әскерлері Сайрамға келді дейді. Қалай билеушілері ұрыс салды дейді. Яғни Қасым хан билікке келе салысымен бүкіл күшті әскерге жұмсаған. Және әскері мықты болған Қасым хан өзінің жаңағы кішкентай ғана жерін, бізде алғашқы Есенбұға берген жер кішкентай, кейін Қасым хан әскерді одан әрі нығайтып, өзінің жерін үлкейту мақсатында басқа мемлекеттерге жорыққа шығара бастады. Яғни мынау шекаралар Сырдария бойы мен Жетісудың біраз бөлігін қамтыған, Ертіске дейін жеткен. Келесі ішкі саясат дейді. Қасым хан биліктің нығайтуда салт дәстүр мен заңдылықтар сақтауда ірі табыстарға жетті дейді. Яғни бізде қазақтың салт дәстүрін ұстаған ең мықты хан деп осы бізде Қасым хан айтылады. Ал енді келесі Қасым ханның қол астындағы халық саны Мұхаммед Хайдар Дулатидың сәйкес 1 миллион адамнан асты дейді. Яғни бұл Қасым хан билік еткен кезде жалпы қазақ елінің халқының саны қанша болса да 1 миллионнан асты дейді. Ал әскер саны 300 мыңға жеткен. Яғни былайша айтқанда 700 мың қарапайым халық болған.
300 мың әскер болса, 700 мыңға үлкендер, кішілер, сыныпма келесі. Енді Қасым хан тұсында бізде 7 жарғы деген заңдар жинағы шыққан. Білесіздер, жалпы қазақтардың қазіргі конституциясының ең негізгі бастау алатын жарғысы болса, 7 жарғыдан басталады. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген заңдар жинағы бар, Қасым ханның заңдар жинағы дейді. Олар 5 бөлімнен тұрады. Көріп отырсыздар ма? Бұлардың біріншісі мүлік заңы, екіншісі қылмыстық, үшіншісі әскери, төрт елшілік, бесіншісі жұртшылық заңы. Түсінді ма? Қазір бәріне таратам. Жаңа сіздерге сабақ барысында түсіндіріп өткен мәселелерді енді сендер түсінгендеріңді жаңағы мынаған жазып өтесіңдер. Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын заң неше бөлімнен тұрды дейді. Әркім өзінің білетін бөлімін бір-біреулеп маған жазасыңдар, жарай ма? Ал жер өткен. Ал самалған. Қандай самал? Ona ma жазды ма? Ona тез. Болмадың? Так. Енді бізде жаңа сабақ осымен қорытынды бөлімге келеміз. Қорытынды бөлімде Қасым ханның жаңағы заңдар жинағы туралы және де оның халық санағының қанша адамға жеткені, әскер санының қаншаға жеткені және сыр бойындағы қалаларды қосып алғандығы туралы мәліметтер жазылған. Енді бүгінгі сабақта сіздер не үйренгендіктеріңізді жазасыздар. Түсінді ма? Халыққа байланысты, елшілікке байланысты. Жарай ма? Ішінде бұл заңды жазасыздар, қандай заң шығады. Мына мемлекеттермен көрші болды. Халық санының қандай адамға жетті, әскер қандай болса деген. Және қазақ ханының құрылуы туралы қандай деректер бар екендігі. Оған келіп осы қарастырып еді. Осы жолы Бұны ағатымен айқалма, мерует бар екен, енді әрқайсымыз осы өткен тақырыпқа байланысты әркім өзі білетін бір сөйлеммен айтып шығайық. Заңдар жинағы болды, 5 бөлімнен тұрды. Біріншісі мүлік заңы және екіншісі қылмыстық заңы, үшіншісі әскери заң және елшілік заң және төртіншісі заңы. Яғни 5 бөлімнен тұрды. Енді келесі сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер. Барлығында осымен бүгінгі сабағымыз біздің қорытынды бөліммен аяқталды.